Қайырлы күн, әлеуметтік желі қолданушылары. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемді дүр сілкіндірген COVID-19 вирусына байланысты пандемия жариялады. Біздің елімізде де осы аурудың алдын алу мақсатында карантин жариялаған болатын. Осыған орай біз жұмысымызды қашықтықтан атқарып жатырмыз. Мен Атырау облысы тарихи-өлкетану музейінің бас қорсақтаушысы Айгүл Тілешқызы сіздерге қазақ даласында да карантиндік аурулардың болғандығын, талай адам өмірін жалмап өткендігіне, тарих куәгерлігін айтып өткім келеді. Бүгінгі видео дәрісіміздің тақырыбы Халел Досмұхамедов, қазақ медицинасының негізін қалаушы. Бір туар тұлғаның осы бағытта, яғни медицина ғылымы үшін атқарған еңбегін айтатын боламын. Халел Досмұхамедұлы мемлекет және қоғам қайраткері, этнограф, әдебиетші, тарихшы, табиғат зерттеушісі және қазақтың тұңғыш жоғары білімді дәрігерлерінің бірі екенін білеміз. Ол 1883 жылы 24 сәуірде қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тайсоған елді мекенінде дүниеге келген. Негізгі таңдаған мамандығы бойынша 1909 жылы Санкт-Петербург әскери медициналық академиясын үздік бітіріп, Пермь губерниясында, кейін Орал казак-орыс атқыштар батальонында әскери дәрігерлік қызметте жүреді. Өткен ғасырдағы елге өлім боп деген елеулі есте қаларлық оқиғалардың бірі оба ауруы болатын. Бұл аурудың атын естіген адамның жаны тітіркеніп шошитыны анық. Халел Досмұхамедұлының тарихта бір кездері обамен күрескен дәрігер, ғалым ретінде есімі қалды. Сол кезеңде қазақ халқының денсаулық сақтаудағы хәл жағдайы өте нашар болатын. Халық дәрігерлік көмекке аса мұқтаж екенін ұғынып, арызданып жүріп, 1913 жылы әскери қызметтен босайды. Оған себеп сол кездегі елдегі санитарлық, фельдшерлік жағдайдың жетіспеушілігі мен жастарды баудай түсірген оба, сүзек, шешек, көкірек ауруларының ушығып тұруы себеп болды. Осы індеттен күресу үшін айтулы тұлғаның империя армиясында шенге жетіп, қыруар табыс тауып жүріп, учаскелік дәрігердің қызметіне келуі, сондай-ақ өз басын қатерге тігудің өзі қаншалықты адами қасиеттің жоғары екендігін көреміз. Халел Досмұхамедұлының еліміздегі медицинасы мен денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі, соның ішінде қазақ ішіндегі жұқпалы аурулармен күрес жүйесі, медициналық, биологиялық оқулықтар, оларды мектептер мен жоғарғы оқу орындарына арнап жазуы, шығаруы, анатомия ілімінде бірінші орын тепкен қазақша терминология негізі, қоғамдық әлеуметтік денсаулық сақтау ісін елімізде бір ғасыр бұрын бастағаны белгілі болып отыр. Оны өнегелі істері, жеке басындағы көп қырлы таланты және отан сүйгіштік адами қасиеттермен сәтті ұштасқаны деп жазады медицина ғылымдарының докторы профессор Болат Қабижанов ағамыз. Оба ауруы өршіп тұрған Қазақстанның батыс бөлігіндегі Орал облысының Темір уезіне учаскелік дәрігер болып жұмысқа тұрып, оба ошақтарын жоюға, халықты құтқаруға, сақтандыруға бір кісідей 1920 жылға дейін белсене қатысады. Ол Ілбішін, Есімтөбе, Темір, Тайсоған деп аталатын алапат індеттің ортасында болып, халықты оба індетінен түгел қырылып қалу қаупінен аман алып қалуға зор үлесін қосады. Оба ауруына қысқаша тоқталсақ, бұл да жұқпалы карантиндік аса қауіпті аурулар тобына кіреді. Қысқаша шығу тарихын айтсам, адамзатқа ерте заманнан белгілі болып, миллиондаған адамның өмірін жалмаған 3 белгілі обаның пандемиясы болып өтті. 3-ші пандемиядан кейін ғалымдар обаның егеу құйрықтан жұғатындығын, аурудың таралатындығын белгілі болды. Осы пандемия сөзіне тоқталсақ, жаңа ауру түрінің жаһандық ауқымда таралуы. Бұл терминді әлемнің түкпір-түкпіріне таралғанда ғана қолданады. Осы кезде дәрігерлік білімімен де, қаламгерлік қарыммен де жан аямай күрескен Халел Досмұхамедов 1914 жылдан бастап Қазақ, Орал, Фикір газеттерінің бетінде түрлі аурулардан сақтанудың шаралары
әр дерттің өзіне тән белгілері, емделу жолдары мен қолданатын дәрі-дәрмектердің түрлері жөнінде, соның ішінде оба ауруы туралған жазған еңбектері. Оба қалай жұғады? Оба таралмас үшін қандай шара қылу керек? Оба қалай сақтану керек? Оба қандай ауру? Сары кезек, сүзек, жұқпалы ауру хақында тағы сол сияқты егжей-тегжейлі мағлұмат берген көптеген мақалалары жарық көрді. «Как бороться с чумой среди казахского населения» атты обаға қарсы жүргізілген жұмыстары негізіне жазылған көлемді ғылыми еңбегі 1918 жылы және 1924 жылы Ташкент қаласындағы баспадан шықты. Бұл еңбек денсаулықты сақтау ісіне қосқан ең үлкен үлес еді. Осы еңбегі Халел Досмұхамедовті Қазақстан денсаулық сақтау ісі халық комиссараты оба аурумен күрестің орталық комиссиясының төрағасы лауазымына бекітеді. 1922-1924 жылдар жазған еңбектері үшін Халел Досмұхамедұлы бірауыздан Ресей ғылым академиясының мүше корреспонденті болып сайланады. Қандай жоғарғы атақ пен дәрежеге ие болған десеңізші. Халелдің енді осыдан былай қарай жұқпалы аурулардың бір-бірлеп шама келгенше түрін көрсетіп, қандай болатынын айтпақпын дегені, олардың шығу себептерін, шығу жолдарын, алғаш клиникалық белгілерін айтып, жеткізе отырып, ем алу үшін не істеу керектігін және болдырмау жолдарын түсіндіру еді. Бұл еңбегінде барлық мүлік обаның таралған жұққан аумағындағы заттарды өртеуге, ауруларды қатаң түрде оқшаулап, бақылауда ұстауды, байланыста болғандарды бөлек арнайлы оқшаулау ғимаратында ұстау керектігін, індет тараған ауылды жергілікті әкімшілік қатаң бақылауда ұстап, ауру ошағының ортасында жүрген дәрігер Халел жергілікті әкімшімен тәртіп сақшыларымен бірге отырып, аурудың таралмауы үшін оқшаулаудың жолын ұйымдастырған. Бұл ауылдағы адамдардың көшіп қонуы, қашып шығуын болдырмау, сыртқы адамдардың кіруіне жол бермеу үшін аумаққа кіреберісте бақылауды күшейтуді, қарым-қатынас және жүріс тәртіптері туралы айтқан. Осылайша үлкен індеттің алдын алу үшін эпидемия таралған ауылды күзетке алып бақылауға қойған. Бұл еңбектің кейінгі жылдарда да өз мағынасын жоғалтпауы оның ерекше құндылығын дәлелдейді. Бұны мысалға отырған себебім қазіргі әлемде болып жатқан жағдайда осыны талап етіп отыр. Сол кезде Халелдің атынан Ғылман Шөрекұлының өлеңіндегі оба көрінісін мына жолдардан көруге болады. Жүреміз дүние қуып саламатай, бүлінген топ-топ болып көп адамдар секілді қияметтің ғаламатай. Сау бөлек, ауру бөлек, өлген бөлек, айнала қарауыл тұр дөп дөңгелек деп, бұл өлеңінде сол кезде елдің басынан кешкен қайғылы жағдайы суреттеледі. Бір туар тұлғаның және бір тарихта қалатын ізі 1920-1929 жылдардағы жұмыстарында жатыр. Осы кезде ол өзімді қазақ елін сауаттандыру үшін ғылыми педагогикалық іске арнағым келеді деген арыз бен дәрігерлік жұмыстан босанады да Қазақ жоғарғы пединститутының ректорының орынбасары, Қазақ мемлекеттік университетінің ұйымдастыру жөніндегі төрағасы болып, педагогиядан оқытушы болып жұмыс істейді. Сол жылдары да ол қазақ мектебі үшін биология мен медицина негіздерін оқытуға арналған ең алғашқы оқулықтар жазады. Ол кітап жануарлар, зоология бірнеше бөлімнен тұрады және қазақтың бірінші, екінші сатыдағы мектептері үшін жазылған оқулық болып табылады. Денеміздің түзілуі және жұмыс қылуы туралы, өсімдіктердің түзуі туралы атты Вагнердің кітаптарын қазақшаға аударып баспаға шығарады. Бұған қоса 9 кітаптан тұратын жаратылыстану бойынша алғашқы білімдер деген өзінің үлкен еңбегін жазып баспадан шығарады. Сөйтіп Халел Досмұхамедов анатомия, физиология және гигиенаға арнап оқулықтар шығарады. Қазақ арасында бұрын болмаған ғылыми медициналық ұғымдар мен түсініктерді жүйелейді.
Адамның тән тіршілігі оқулығын жазған кезде Халел қазақ тілінде 466 жаңа анатомиялық термин құрастырған. Осы терминдер анатомия терминологиясын қазақ тілінде құрастыруға негіз болды дейді ғалым дәрігер Болат Хабижанұлы. Бір сөзбен айтқанда, қазақ тілінде медицина мен жаратылыстану бойынша ғылыми танымдық кітаптар мен оқу құралдарын жазған алғашқы қазақ. 1930 жылы қыркүйек айында репрессияға ұшырап Воронеж қаласына жазықсыз жер аударылған ғалым дәрігер 1934 жылдарға дейін сол қаладағы дәрігерлер білімін жетілдіру институтында әлеуметтік гигиена және денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасында ауданның учаскелік дәрігері болып қызмет етеді. 1937 жылға дейін еңбек етеді. 1938 жылы қайтадан тұтқынға алынып, 1939 жылы 24 сәуірде әскери трибунал үкімімен ату жазасына кесіледі. Түрме ауруханасында өкпе ауруынан қайтыс болады делінген отбасына табысталған куәлікте. 1958 жылы 11 ақпанда Халел Досмұхамедовке қатысты үкімі жойылып ақталады. Есімі мен еселі еңбегі елесінде, рухына мәңгілік бас иеміз. Міне, бізге белгілі тарихтағы жағдай осы. Олай болса, сақтансаң сақтармын дегендей әлемді әбігерге салып жатқан аты жаман аурудан сақ болайық. Ертең 17 сәуір күні видео дәріс сабағын музейдің жалпы және қазіргі кезең тарихын ғылыми зерттеу секторының маманы Айерке Байтұрсынованың Әл-Фараби мұрасының қазақ даласына оралуы тақырыбында өткізеді. Негізгі мақсаты әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толуына орай ғылыми еңбектеріндегі асыл құндылықтарды насихаттау. Көріңіздер, бөлісіңіздер.